Айжан апай, сіз айтыңыз енді. Тоқтар аға тұратыңыз. Айжан апай айтсын енді. 19 күні менің жолдасым ана жерге шықты, атпен шықты. Біз свидетель болғанбыз сол жерде. Несі бар бәрі. Сонда чапқылап ана өзінің малын іздеп жүргенде сіздердің бір кісілеріңіз айтыпты. Аға, тоқтаңызшы деп атқа жармасыпты. Тоқтаңызшы, шулатпаңызшы, біз төлеп береміз. Кінәлі болсақ төлеп береміз депті. Міне, күлмеңіз сіз, не күлесіз? Енді анау айтты ма, мынау айтты ма, біз қайда білеміз? Әйтеуір бір кісілеріміз айтты. Мен де айтты, солай айтамын. Сіз осылай айттыңыз, сіз осылай. Ол дәлелдеу керек қой. Сіз ана кісі айтты, мына кісі Дәлел айтты. деген сол қашан түбінде жатыр ма? Басқа жерде ауысады. Қанша күн жүрген бақ түсірмейді ме? Ондай жоқ. Олай болмау керек. Мен мына кісі айтып отырмын. Жоқ, қамбат түсірмейді ме? Тоқташы. Мен мына кісі жаңа айтып отырмын. Мал біздің қырылып жатыр. Ана жақта сендер барып оны көмектесіңдер. Қай жерде? Ол дәлел бар ма ол нәрсеге? Дәлел жоқ. Оны неге айтасыздар? Ол сөзді неге айтасыздар? Күдік ба? Неге сіз ол сөзді айтасыздар? Потому что күдік сендерден. Болды. Сабыр сақтаңдар, ұлдар сабыр сақтаңдар. Ұлдар сабыр сақтаңдар. Ұлдар сабыр сақтаймыз. Ұлдар сабыр сақтаймыз. Сабыр сақтайықшы. Сабыр сақтаңыздар. Былай болсын. Әдеке, былай болсын. Экспертизаға сен бергіңіз бар ма? Енді жоқ, тоқтай тұрыңыз. Міне қазір ана жерде Тоқтай тұрыңызшы.